Баршаңызға сәлем. Бүгін 69-шы сабақтың есептерін орындаймыз. Сабақтың тақырыбы екі айырма бойынша белгісізді табуға берілген есептер. Бұл сабақта екі айырма бойынша белгісізді табуға берілген есептерге талдау жасаймыз және шығарамыз. Бірінші есеп: Қазақстандағы автокөлік құралдарын өндіретін ірі компаниялар қайда орналасқанын біл. Өрнектің мәнін есепте және тап. Демек, бұл жерде Азия авто және Сарыарқа авто өндіріс берілген. Бұлар автокөлік құралдарын өндіретін ірі компаниялар екен. Осылардың қайда орналасқанын өрнектің мәнін есептеп табамыз. Демек, бірінші өрнекті есептеп шықтық. Бұл өрнектің мәні 300-ге тең болды. Бұл Азия авто көлік құралдарын өндіретін өнеркәсіп екен. Бұл Шығыс Қазақстан облысы Өскемен қаласында орналасқан. Ал өрнекті бірінші жақшаның ішін орындап алдық. 7-ні 100-ге көбейтсек 700 болады. Ал енді 210 мыңды 700-ге бөлетін болсақ 300-ге тең. Екіншісі 640 мыңды 1000 мен 8-дің көбейтіндісіне бөлуіміз керек. 1000-ды 8-ге көбейтсек 8 болады. Ал енді 640 мыңды 8-ге бөлетін болсақ, бөлгіштің 3 нөлі болғандықтан бөлінгіштің де 3 нөлін қысқартамыз. Сонда 640-ты 8-ге бөлеміз, бұл 80 болады. Демек, өрнектің мәні 80-ге тең екен. Бұл Сарыарқа авто өндіріс екен. Бұл Қостанай облысы, Қостанай қаласында орналасқан. Екінші есеп: есептерді шығар. А. Бір жүк мәшинесі 150 тонна, екіншісі 100 тонна қиыршық тас жеткізді. Егер екіншісіне қарағанда біріншісі 2 рет артық қатынаған болса, онда әр жүк мәшинесі неше рет қатынаған? Берілген жазып аламыз. Бірінші жүк мәшинесі 150 тонна неше ретте қатынаған табуымыз керек. Екінші жүк мәшинесі 100 тоннаны неше рет қатынағанын табуымыз керек. Тасып. Бірақ бірінші жүк мәшинесі екінші жүк мәшинесіне қарағанда 2 рет артықша қатынапты. Ендеше 150-ден 100-ді азайтамыз, сонда 50 тонна шығады. Бұл 2 рет қатынағанда 50 тонна жүк тасыпты. Ал енді қиыршық тас тасыған ғой. Осы 50 тонна 2 рет қатынағанда болса, демек 1 рет қатынағанда ол неше тонна қиыршық тас таситынын табамыз. Ол үшін 50-ді 2-ге бөлеміз, 25 тонна болады. Демек, 1 рет барғанда ол 25 тонна қиыршық тас апарады екен. Ендеше, бірінші жүк мәшинесі неше рет қатынағанын анықтау үшін біз 150 тоннаны 25 тоннаға бөлеміз. Бұл 6 болады. Демек, бірінші жүк мәшинесі 6 рет қатынапты. Ал екінші жүк мәшинесін табу үшін ол 100-ді 25-ге бөлеміз. Бұл 4 болады. Демек, жауабы: бірінші жүк мәшинесі 6 рет, екінші жүк мәшинесі 4 рет қатынаған. Екінші есептің әсі: фермер бірінші күні 72 килограмм, екінші күні 56 килограмм алма сатты. Екінші күні бірінші күнге қарағанда 2 жәшік алма кем сатылды. Әр күні қанша жәшік алма сатылған? Демек, шешуін орындаймыз. Бірінші күні 72 килограмм, екінші күні 56 килограмм сатқан екен. Бірақ екінші күні 2 жәшік алма кем сатылыпты. Оны берілген жазып қойдық және 2 жәшіктің салмағын тауып аламыз. Бірінші, ол үшін 72-ден 56 килограммды азайтамыз, 16 килограмм болады. Бұл 2 жәшікті 16 килограмм болып тұр. Енді 1 жәшіктің массасын анықтайтын болсақ, 16 килограммды 2-ге бөлеміз, 8 килограмм болады. Демек, 1 жәшігіміз 8 килограмм екен. Ендеше бірінші күні қанша жәшік сатқанын табу үшін 72-ні 8-ге бөлеміз, бұл 9 болады. Ал екінші күні қанша сатқанын табу үшін біз 56-ны 8-ге бөлеміз, бұл 7 болады. Демек, жауабы: бірінші күні 9 жәшік, екінші күні 7 жәшік алма сатылған. Үшінші есеп: есепті шығар. Бір орамда 12 метр, ал екіншісінде дәл сондай 17 метр мата бар. Бірінші орамға қарағанда екінші орам 3750 теңгеге қымбат. Әр орам қанша теңге тұрады? Есептің шешуін орындаймыз. Бұл жерде бір орамда 12 метр, екіншісінде 17 метр мата бар деген, екеуі дәл сондай деген. Демек, екеуі бірдей екен.
ендеше екіншісі дейді 3750 теңгеге қымбат деп тұр. Ендеше сол байқап тұрсақ, бұл жерде 5 метр артық болып тұр ғой. Сол 5 метрдің құны 3750 теңге болып тұр. Ендеше бірінші біз қанша метр мата айырмашылық тауып аламыз. Ол үшін 17-тен 12-ні аламыз. Бұл 5 метр болады. Енді осы 5 метрді 3750 теңгені 5 метрге бөлеміз. Сонда 1 метр матаның бағасы шығады. Бұл 750 теңге болады. Енді 12 метрге қанша теңге төлегенін табу үшін 750-ді 12-ге көбейтеміз. Бұл 9000 теңге болады. Ал 17 метр матамыз қанша тұратынын табу үшін 750-ді 17-ге көбейтеміз. Бұл 12750 теңге болады. Демек, жауабын жазып қоямыз. Бірінші орам 9000 теңге, екінші орам 12750 теңге тұрады. Төртінші есеп, есептерді шығар. А. Тігін фабрикасында спорттық күрте мен шалбар тігілді. Әр бұйымға бірдей мөлшерде мата жұмсала отырып, 180 шалбар, 120 күрте тігілді. Егер күртеге қарағанда шалбарға 120 метр мата артық жұмсалған болса, олардың әр қайсысына қанша метр мата жұмсалған? Есептің шешуін орындаудан алдын қысқаша берілген жазып аламыз. Шалбар 180 дана, күртке 120 дана деп. Ал шалбарға дейді, күртеге қарағанда 120 метр артық мата жұмсалды деп тұр. Барлығына бірдей мата жұмсалған дейді, әр қайсысын тігуге. Демек, әр қайсысына қанша метр мата жұмсалғанын табу үшін біз бірінші күртеден шалбар қанша артық екенін табуымыз керек. Ол үшін 180-нен 120-ны азайтамыз. Бұл 60 шалбар артықша тігіпті. Енді бізге айтылған еді ғой, 120 метр артықша шалбарға жұмсалды деп. Демек, осы 120 метріміз осы 60 шалбарға кеткен. Ендеше бір шалбарға қанша, яғни бір бұйымға қанша метр мата жұмсалатынын табу үшін біз осы 120-ны 60-ға бөлеміз. Бұл 2 метр болады. Демек, күртеге де шалбарға да бірдей мата кеткен ғой. Демек, әр қайсына 2 метрден жұмсалыпты. Енді 180 шалбарға қанша метр мата кеткенін табу үшін 180-ді 2-ге көбейтеміз. Бұл 360 метр болады. Ал күртеге қанша кеткенін табу үшін 120-ны 2-ге көбейтеміз. Бұл 240 метр болады. Демек, жауабы 120 шалбарға 360 метр, 120 күртеге 240 метр мата жұмсалған. Төртінші есептің әсі, тігін фабрикасында ұлдар мен қыздарға арналған спорттық костюмдер тігілді. Ұлдардың костюміне 560 метр, ал қыздардікіне 440 метр мата жұмсалды. Қыздардікіне қарағанда ұлдарға 30 костюм артық тігілді. Ұлдар мен қыздардың әр қайсысына қанша костюм тігілді? Есептің қысқаша берілгенін жазып аламыз. Ұлдардың костюмі 560 метр мата кеткен, ол қыздардың костюміне 440 метр кеткен. Ұлдардың костюміне қыздардікіне қарағанда 30 костюм артық тігілген екен. Сонда біз ұлдарға және қыздарға қанша костюм тігілгенін табуымыз керек. Бірінші біз 30 костюм артық тігілгенден ұлдарға 560 метр мата кетсе, қыздарға 440 кетсе, оған ұлдардікіне қанша артық жұмсалғанын тауып аламыз. Сонда 120 метр екен, яғни 560-тан 440 азайтамыз. Бұл 120 метр. Бұл осы артықша 30 костюмге кеткен мата бұйым болады. Демек, 120 метріміз 30 костюм тігілген болса, бір костюмге неше метр кететінін табу үшін 120-ны 30-ға бөлеміз. Бұл 4 метр болады. Демек, бір костюм тігу үшін 4 метр мата жұмсалады екен. Енді ұлдарға қанша костюм тіккенін анықтау үшін біз 560-ты 4-ке бөлеміз, сонда 140 болады. Ал қыздарға қанша тіккенін анықтау үшін 440-ты 4-ке бөлеміз, бұл 110 болады. Демек, жауабы ұлдарға 140 костюм, қыздарға 110 костюм тігілді. Мына жерде анықтап қарайтын болсақ, ұлдарға қыздардікіне қарағанда 30 костюм артық тігілгені көрініп тұр. Бесінші есеп, есепті шығар, кері есеп құрастыр.
Саяжай жерінің ұзындығы 54 метр, ені 45 метр. Жер учаскесінің 5/1 бөлігіне бұта, ал қалған бөлігіне көкөніс отырғызылған. Жер учаскесінің қанша квадрат метріне көкөніс отырғызылған? Демек, жазып қоямыз. Бұл жерде берілген жазып аламыз. Бірінші ені және ұзындығы берілген ғой. Ұзындығы А 54 метрге тең, ені 45 метрге тең. Ал жер учаскесінің 5/1 бөлігіне бұта дейді, қалғанына көкөніс отырғызылыпты. Қанша метр квадрат жерге көкөніс отырғызылғанын анықтауымыз керек. Бірінші біз саяжайдың ауданын есептеп тауып аламыз. Ауданын табу үшін біз ұзындығы мен ен көбейтеміз, яғни 54-ті 45-ке көбейтсек 2430 метр квадрат болады. Осының саяжайдың 5/1 бөлігіне бұта отырғызылған дейді. Оны табу үшін біз саяжайдың ауданını 5-ке бөліп 1-ге көбейтеміз. 2430-ды 5-ке бөлсек 486 метр квадрат болады. Бұл бұта отырғызылған жер. Енді көкөніс қанша жерге отырғызылған табу үшін қалғанына деген ғой, сондықтан барлық жерден осы бұта отырғызылған жерді азайтамыз. 2430-дан 486-ны азайтамыз. Бұл 1944 метр квадрат болады. Демек, жауабы жер учаскесінің 1944 метр квадрат жеріне көкөніс отырғызылған. 6-шы А есеп. Электр энергиясына қанша ақша төленетінін есептеп көр. Әр жерде электр есептеуіш құрал бар. Электр есептеуіш қанша электр энергиясы жұмсалғанын көрсетеді. Электр энергиясы шығынын төлеу үшін құралда көрсетілген сан алынды. Ол 1229 киловатт сағатқа тең болды. Алдыңғы көрсеткіш 1084 киловатт сағат болатын. Егер 1 киловатт сағат 16 теңге болса, онда электр энергиясына қанша ақша төленді? Әр ай сайын осындай шығын болатын болса, бір жылға қанша төленеді? Есептің берілген жазып аламыз. Бұл жерде электр есептеуіштегі көрсетілген сан алынған. Бірінші бұл өнімділігі, яғни 1229 киловатт сағат екен. Сағатына қанша кеткенін табу үшін біз ол жерде алдыңғы көрсеткіш 1084 киловатт сағат екен. Демек, екеуінің қазіргісі 1229 болса, арасында қанша сан бар екен тауып алуымыз керек. Яғни дәл қазіргі қанша шығын болғанын тауып алуымыз керек. Ол үшін біз 1229-дан 1084-ті азайтамыз. 145 киловатт сағат екен. Демек, өнімділігін тауып аламыз. Осы арада болған шығынды 1 киловатт сағат 16 теңге тұрса дейді, біз осы 145 киловатт сағат қанша тұратын табуымыз керек. Ол үшін 145-ті 16-ға көбейтеміз. Бұл 2320 теңге болды. Осынша төленеді. Енді бір жылда егер дейді ай сайын осынша төлейтін болса деп жатыр, 2320 теңге төлейтін болса дейді, бір жылда қанша төленеді дейді. Біз ол үшін 12-ке көбейтеміз, өйткені бір жылда 12 ай бар. 2320-ны 12-ке көбейтсек 27840 теңге болады. Жауабын жазып қоямыз. Демек, жауабы электр энергиясына 2320 теңге төленді. Бір жылға 27840 теңге төленеді. 6-шы А есеп. Үйдегі электр энергиясына төленген түбіртекті қарап зерттеу жүргіз. Кесте құрып, оған бір жыл бойындағы әр айдың мәліметтерін түсір. Күні, есептегіштің көрсеткіші, жұмсалған электр энергиясы, төлем теңгемен төленеді екен. Төлем мөлшері қай сайда көп болғанына назар аудар. Қыстама, жаздама, неге олай деп ойлайсың? Демек, кестені толтырып жаздық. Биылғы жылды толық жазып шықтық. Әр айдың соңғы күндерін жазып, есептегіштің көрсеткіштері берілген және жұмсалған электр энергиясын арада осыны шығын қанша төленгенін табуымыз керек. Біз сол 16 теңге бойынша есептедік бұл жерде, және әрқайсысының өздерінің турайына әр айдағы болған шығындарды жазып қойдық, қанша төлем төленгенін.
Енді жақсылап бақылайтын болсақ, бұл жерде ең көп төленген уақыты міне ақпанда, қаңтарда, желтоқсанда, қарашада және қазан айларында көп төленген екен. Өйткені бұл суық айлар, күз-қыс айлары, сондықтан бұл айларда электр энергиясы көбірек шығындалады. Және сұрақтарға жауап жазып қойдық. Төлем мөлшері күз және қыс айларында көп, себебі күн суық және күндіз күн қысқа. 7-ші есеп, есепте жауаптарын сандықшадан тап. 499.800-ге 700-ді қосамыз. Жазбаша түрде баған түрінде қостық. Бұны қосатын болсақ 500.500 келіп шығады. Бұл жауап сандықшада бірінші болып тұр. Демек, сандықшада осы өрнектің барлығының мәндері бар. 299.930-ға 80-ді қосатын болсақ, жазбаша түрде қосып қойдым. Бұл 300.010-ға тең. Бұл сандықшада бірінші қатарда үшінші болып тұр. Кейінгісі 799.930-дан 60-ты азайтамыз. Бұл 799.870-ге тең. Бұл сандықшада екінші қатарда үшінші болып тұр жауабы. 699.994-ге 8-ді қоссақ 700.002-ге тең. Бұл сандықта ең соңғы үшінші қатардағы үшінші болып тұр. Одан кейінгісі 300.006-дан 9-ды азайтсақ 299.997-ге тең. Бұл сандықшада бірінші қатарда төртінші болып тұр. 300.400-ден 800-ді азайтатын болсақ 299.600-ге тең. Бұл екінші қатарда төртінші болып тұр жауабы. 399.996-ға 7-ні қоссақ 400.003-ге тең. Бұл сандықшада үшінші қатарда бірінші болып орналасқан. 800.002-ден 8-ді азайтсақ 799.994-ге тең. Бұл бірінші қатарда екінші болып тұр бұл жауап. 900.065-тен 90-ды азайтсақ 899.975-ге тең. Бұл екінші қатарда екінші болып тұр. 500.250-ден 700-ді азайтатын болсақ 499.550-ге тең. Бұл үшінші қатарда екінші болып тұр. 699.750-ге 500 қосатын болсақ 700.250-ге тең. Бұл үшінші қатарда төртінші болып ең соңында орналасқан. Және ең соңғысы 899.965-ге 70-ті қосатын болсақ 900.035-ге тең. Бұл екінші қатарда бірінші орналасқан. Демек, барлық жауаптар сандықшада бар екен. 8-ші есеп. Өнімділікті табуға берілген есептердің қалай шығарылатынын есіңе түсір. Кестені қара, есеп құрастыр. Әр есепті шығару үшін қолданылатын формулаларды жаз. Демек, бізге кестеде өнімділік берілген, уақыт берілген және орындалған жұмыс берілген. Арман сорпа ішіп отыр деген. Демек, ол минутына 10 қасық ішсе, 5 минутта қанша қасық сорпа ішетінін анықтауымыз керек. Әлия кітап оқып отыр деген. Ол 40 минутта 80 бет оқыпты. Демек, 1 минутта неше бет оқитынын табуымыз керек. Айна мысалдар шығарып отыр деген. Ол минутына 6 мысал орындайды екен, 30 мысалды неше минутта орындайды деген сұрақ қойылған. Демек, берілген жазып аламыз. Өнімділіктің формуласын жазамыз. Өнімділігі 10 қасық минутына екен, уақыты 5 минутқа тең. Біз жұмысты табуымыз керек. Жұмысты табу үшін біз өнімділікті уақытқа көбейтеміз. Яғни, аны табу үшін. Демек, 10-ды 5-ке көбейтсек 50 болады. Демек, жауабы Арман 50 қасық сорпа ішеді. Екіншісінде орындалған жұмыс 80 бетті оқыған, 40 минутта оқыпты. 1 бетті
1 минутта неше бет оқитынын табуымыз керек, яғни өнімділікті табуымыз керек. Ол үшін біз жұмысты уақытқа бөлеміз. 80-ді 40-қа бөлсек 2 шығады. Демек, жауабы Әлия минутына 2 бет кітап оқиды. Кейінгісі өнімділігі берілген, минутына 6 мысал орындайды екен, 30 мысалды неше минутта орындайды деген. Бұл жерде уақытты табуымыз керек. Уақытты табу үшін орындалған жұмысты өнімділікке бөлуіміз керек. Сонда 30-ды 6-ға бөлсек 5 минут болады. Демек, жауабы Айна мысалдарды 5 минутта шығарады. 9-шы есеп. Талдау жүргіз. Су ағатын шүмек бұзылған жағдайда тәулігіне 150 литр таза ауыз су босқа ағып кетеді. Ешқандай пайда әкелмей 672 сағат ішінде қанша ауыз су кәріз құбырына ағып кететінін есепте. Есептің берілгенін жаза аламыз. Бір тәулікте 150 литр су ағып кетеді екен. Егер шүмек бұзылып қалса, 672 сағат ішінде қанша ауыз су ағып кететінін табуымыз керек. Ол үшін біз әуелі 672 сағатты тәулікте өрнектеп аламыз. Яғни бірдей өлшем бірлігіне келтіреміз. Ол үшін 672-ні 24-ке бөлеміз, сонда 28 шығады. Демек, 28 тәулікте дейді. Бір тәулікте 150 литр болатын болса, 28 тәулікте қанша литр су ағып кететінін анықтау үшін біз 28-ді 150-ге көбейтеміз. Бұл 4200 литр болады. Демек, жауабы 672 сағатта 4200 литр таза ауыз су кәріз құбырына ағып кетеді екен. Демек, мына жерде мен бөлуді және көбейтуді жазбаша түрде толық орындап жазып көрсетіп қойдым. 10-шы есеп. Ойлан және жауап бер. 3 адам өзара 21 бөшкені бөлісіп алуы қажет. Бөшкелердің жетеуінде бал толы, жетеуіне бал жартылай құйылған, ал жетеуі бос. Олар өзара бөшкелер мен балды әрқайсысына бірдей мөлшерде балда, бөшкеде болатындай етіп бөлісе алама. Демек, бөшкелер үшеу екен. Біріншісі толы бөшке жетеу. Жартылай бөшке жетеу екен. Бұларға бал толтырыл салынған, ал қалған 7 бөшке бос екен. Ендеше 3 адамға бірдей бөліп беруге болама дейді. Бұны көреміз қазір. Яғни 7, 21, 21 3-ке бөлінеді. Негізі әрқайсысына 7 бөшкеден болу керек бос бөшкелер. Барлық бөшкелердің саны. Демек, бөшкелер саны бойынша олар бөлінеді екен. Ендеше ішіндегі балдарымен көреміз қазір. Мына жерде толы бөшке жетеу болғандықтан бірінші адамға 3 толы бал бар бөшке береміз, 1 жартылай береміз және 3 бос бөшке береміз. Сонда мына жерде 3 толы бөшке және 1 жартылай болса 3,5 бөшке болды және 3 бос болды. Енді бөшкелердің санын санап көреміз. 4-теу, мынаны қоссақ 7 болды. Енді екіншісіне де дәл осылай береміз. Бұныкеде 3,5 бөшке бал бар, бірақ бөшкелердің саны бұда да 7. Енді мына жерден қарасақ 6-ау кетті ғой толы балдың. Енді 1 толы бөшке қалды. Сол 1 толыны және жартылайда мына жерде 2 кетті, 5 қалды. Өйткені 7 ғой, 5 жаздық. Енді мына жерде 1 қалды. Енді бөшкелердің санын санаймыз. Бөшкелердің саны 7 болды, бірақ балдары тең бе, тең емес пе, сонында көрейік. Енді 1 толы бал бар дедім, неде 5 жартылай. 5 жартылай болса, 2-ін қоссақ 1 толы болады. Демек, сонда 4 бөшке жартылай болса, 4-еуі 2 толы бөшке болады. Сонда 2-ні мынаған қоссақ 3 толы бөшке болады, 1-еуі жартылай болады. Демек, сонда 3,5 бөшке бал болып тұр, ал бөшкелердің саны 7 болып тұр. Демек, барлығына бірдей болып тұр. Ендеше жауабы өзара бөшкелер мен балды да әрқайсында бірдей мөлшерде балда, бөшкеде болатындай алып, бөлісе алады екен. 11-ші есеп. Есепті шығар. Тігін фабрикасында 1536 метр сұр түсті және 2952 метр қоңыр түсті матадан костюмдер тігілді.
Сур костюмге қарағанда 472 қоңыр костюм артық тігілді. Қанша сұр және қанша қоңыр түсті костюмдер тігілді? Демек, берілген жазып аламыз. Сұр түсті матадан 1536 метр кетіпті костюм тігуге. Қоңыр түсті матадан 2952 метр кеткен. Бірақ ол сұр түстіден 472 костюм артық тігіпті. Енді мына жерде байқап қарайтын болсақ, бұған көп мата кеткен, мына бір сұр түстіге қарағанда. Ендеше олардың айырмашылығы қандай екенін тауып аламыз. Яғни бұдан қанша артық кеткен метр мата жұмсалғанын табамыз. Ол үшін 2952-ден 1536-ны азайтамыз. Сонда 1416 метр артықша болды. Демек, осы 1416 метрден бұлар 472 костюм тіккен. Енді бір костюмге неше метр кететінін табу үшін осы 1416-ны 472-ге бөлеміз, 3 метр болады. Демек, бір костюм тігу үшін 3 метр мата кетіпті. Енді сұр түсті матадан қанша костюм тігілгенін табу үшін 1536-ны 3-ге бөлеміз, бұл 512 болады. Ал енді қоңыр түстіден қанша костюм тіккен анықтау үшін 2952-ні 3-ге бөлеміз, бұл 984 болады. Демек, жауабын жазып қоямыз. Сұр түсті 512 костюм, қоңыр түсті 984 костюм тігілді. Осымен бүгінгі 69-шы сабақтың барлық есептері орындалды. Каналға тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.